Барлықтарыңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге өте дәмді, ауызда еритін, дәл осындай меренговый рулеттің оригинал рецептімен бөлісетін боламын. Дайындалу жолын, дайындалу барысында қандай қателіктер кетуі мүмкін, соның барлығын сіздерге жақсылап түсіндіретін боламын. Сондықтан видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп, толық видеоны соңына дейін тамашалаңыз. Ендеше ең алдымен рулетіміздің ортасына салатын жидегімізді дайындап алайық. Ол үшін 30 грамм суға, судың температурасы маңызды емес, 5 грамм желатинді салып, араластырып, біраз уақытқа дейін қойып қоямыз. Желатин сумен араласып ісіну керек. Оған дейін біздің жидегімізді, яғни мұздатылған 150 грамм жидекті өзіңізге ұнайтын кез келгенін пайдалансаңыз болады. Үстіне 25 грамм қант және де 25 грамм су құйып, араластырып, жидегімізді жақсылап ерітеміз. Мұздап тұрған жидек еріп, осылай араластырғанда сумен қантпен араласып, ол кішкене езіледі. Үстінен басып, осылай езіп қойсаңыз да болады. Негізі жидекті блендермен де езіп алуға болады, бірақ маған осындай кейбір жерінде түйіршігімен болған көбірек ұнайды. Енді біздің жақсылап еріген, қайнаған жидегімізді бөлек бір ыдысқа құйып аламыз. Және соның үстіне біздің сумен араласып ісініп тұрған желатинімізді ыстық жидектің үстіне салып араластырамыз. Сол кезде біздің желатин ыстықпен араласып бірігеді. Араластырғаннан кейін қойып қоямыз. Бөлме температурасында біз рулет дайындағанша дейін бұл жақсылап толығымен суып тұрады. Ал енді біз ақуызымызды дайындайық. Ол үшін бізге 180 грамм ақуыз керек. Бұл менде үлкен 5 жұмыртқадан шықты. Егер сіздің жұмыртқаңыз кішкентай болса, 6 жұмыртқаны пайдаланыңыз. Және де ең маңыздысы біздің араластыратын ыдысымыз және венчигіміз өте таза және құп-құрғақ болу керек. Ешқандай май, су тимеу керек. Енді осы ақуызымызға шым-шым тұз қосып, миксердің ең төмен жылдамдығымен араластырып бастаймыз. Біздің ақуызымыз көпіре бастаған кезде бір ас қасық лимон шырынын қосып, ары қарай араластырамыз. Біздің ақуызымыз шамалы көтеріле бастағанда 250 грамм қант ұнтағын аз-аздан қосамыз. Негізі қантты да пайдалануға болады, егер сіздің миксеріңіз өте мықты әрі қымбат миксер болатын болса. Ал егер қол миксермен жасасаңыз, қант ұнтағын пайдаланған дұрыс. Себебі қол миксерімен көбіне үлкен түйіршік қант ерімей қалады. Ал егер ол толығымен қант ерімесе, сіздің меренгаңыз дұрыс шықпай, ең соңында рулетіңіз жабысқақ болып шығады. Сондықтан мен қант ұнтағын пайдалануға кеңес беремін. Біздің меренгамыз жақсы араласқан кезде ең соңында осындай өте қою өзінің массасын ұстайтын болады. Сол кезде 25 грамм жүгері крахмалын қосып, тағы да араластырамыз. Егер сізде де осындай жай ғана қол миксерімен жасасаңыз, жақсы меренга шығу үшін басынан аяғына дейін араластырғанда сізге 10-12 минут уақыт кетеді. Міне біздің жақсы дайын болған меренгамыз осындай өте қою болу керек. Венчиктан оңайлықпен түспеу керек. Осылай ұрған кезде ғана ақырын түседі. Енді духовканың ыдысына осында пергамент қағазын төсеп, менде ыдыстың көлемі 30-30. Егер сізде одан үлкен болатын болса ыдысыңыз, ол кезде сіздің рулетіңіздің меренгасы кішкене жұқа болады. Міне осылай жақсы дайын болған ақуыз ыдысқа салғанда да жан-жаққа жайылмау керек. Қалай салдыңыз, дәл сол қалпында өзінің массасын ұстап тұру керек. Енді осыны бір тегіс етіп, жақсылап жайып аламыз.
Міне бұл бізде рулеттің сыртқы жағы болады, сондықтан мен кішкене әдемілік үшін ғана осындай арахисовый слайсы, яғни жұқа етіп кесілген арахисті септім. Бұл маңызды емес, сетпесеңіз де болады, немесе әдемі қылғыңыз келсе фисташка да себуге болады, өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Алдын ала 150-160 градус қызып тұрған пеште 30 минут пісіріп аламыз. Міне біздің ақуызымыз пісіп шықты. Бетіне тағы бір пергамент жағып, осылай аударып, суытып аламыз. Аударғаннан кейін бетіндегі пергамент қағазын алып тастауға болады. Және де көбінесе қыздар осы пергамент қағазы жабысып қалады деп жатады. Пергамент жабыспау үшін жақсысын таңдауға тырысыңыз. Мен қолданатыным тек қана осы Поклан деген фирманың қағазы, немесе тефлонды коврик қолданамын. Ал енді кремімізді дайындайық. Ол үшін 200 грамм творожный сырға 25-30 грамм қант ұнтағын қосамыз. Және де 150 грамм 33% кілегей құямыз. Енді осы үшеуін жақсылап қоюланғанша араластырамыз. Міне бізде осындай жақсы қою өз массасын ұстайтын крем дайын болды. Енді рулетімізді орап жинасақ болады. Егер сіздің ақуызыңыз піскен кезде бір жері тесіліп, дұрыс емес шығатын болса, оны астыңғы жағына қойыңыз, ораған кезде ортасына оралып кетеді. Енді осының бетіне кремімізді жағамыз, және де кішкене аз ғана крем алып қалсаңыз болады, ең соңында рулеттің үстін әдемілеу үшін. Кремімізді толығымен үстіне біркелкі етіп жаямыз. Енді біздің суып тұрған жидегімізді осылай қасықпен немесе кондитерлік қапшыққа салып үстіне орналастырсаңыз да болады. Жидек басында осылай сұйық болып көрінуі мүмкін, бірақ рулетті орап біз холодильникке қойған кезде бұл жидегіміз де жақсылап қоюланады. Дәл осылай бетіне жидекті қойып, астындағы ковриктің көмегімен ақырындап рулетімізді орап шығамыз. Егер сіздің ақуызыңыз ораған кезде басында сынғыш болып сынатын болса, онда кремді жаққаннан кейін кішкене 5-10 минут қойып қойыңыз. Сол кезде крем кішкене сіңіп, ақуызыңыз кішкене жұмсарып, жақсы оралатын болады. Дәл осылай жақсылап орап алғаннан кейін, осы астындағы қағазбен рулетіңізді орап, бірнеше сағатқа холодильникке қойып қойсаңыз жақсы болады. Дәл осы күйінде жесеңіз де болады, өйткені бұл бисквитті торт емес, кремі сіңетіндей, бірақ ортасында жаққан крем кішкене қоюланып, біздің жидегіміз қоюлану үшін бірнеше сағатқа тоңазытқышқа қойып қойған жақсы. Бірнеше сағат тоңазытқышта тұрған рулет осылай өз қалпын өте жақсы ұстайтын болады. Және де әдемі көріну үшін екі жақ шетін кішкене аз-аздан кесіп тастаймыз. Өте жақсы араласқан меренга, жақсы піскен рулет осылай кескенде сіздің пышағыңызға жабыспай, өте әдемі және оңай кесілу керек. Енді рулетіңіздің бетін қалған креммен өз қалауыңызша әдемілеп, бетіне жидек немесе жеміс қойсаңыз өте әдемі болады. Міне осымен біздің меренговый рулетіміз дайын. Дәл осы рецепт бойынша мен айтқан кеңестерді қолдана отырып жасайтын болсаңыз, сізде де бір жасағаннан керемет рулет шығады. Меренговый рулет дайын болған кезде, егер дұрыс жасалған болса, оның сырты осындай үгітілмелі қытырлақ, ал іші осылай жұмсақ болып шығады. Және де ортасына қосқан жидектер қышқыл болғандықтан тәтті меренгамен араласып өте дәмді үйлесім болады. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыз.